Сәлем жас түлек, бүгінгі сабаққа қысқаша түсіндірме жасайын. Тақырыбымыз жарықтың химиялық әсері. Өзімді таныстырайын, мен Жозеф Ниепс боламын. Мен үшін жарық тек көзге көрінетін сәуле емес, ол заттардың қасиетін өзгертетін ерекше табиғи күш. Жарықтың химиялық әсерін зерттей отырып, мен оның кейбір заттармен әрекеттесіп, олардың құрылымын өзгерте алатынын байқадым. Бұл фотохимиялық реакция. Табиғатта мұның ең айқын мысалы фотосинтез үдерісі. Өсімдік күн сәулесінің энергиясын сіңіріп, оны химиялық энергияға айналдырады. Демек, жарық материяны өзгертеді. Фотохимиялық реакция кез келген жарықта жүре бермейді. Әр зат үшін жарықтың белгілі бір ең аз энергиясы қажет. Егер жарықтың толқын ұзындығы тым үлкен болса, реакция жүрмейді. Бұл кейін ғылымда фотохимиялық реакцияның қызыл шекарасы деп аталды. Енді мен сіздерге фотосуреттің қалай жасалатынын өз тәжірибем арқылы түсіндірейін. Фотосуретті жасау үшін мен ең алдымен металл пластинаны алдым. Оны жарыққа сезімтал зат битум, асфальт шайыры қабатымен жұқа етіп қаптадым. Бұл заттың маңызды қасиеті бар. Ол күн сәулесі түскенде қатайып, ерімейтін күйге өтеді. Келесі кезеңде осы пластинаны камера обскураның ішіне орналастырдым. Камера обскура кішкентай тесігі бар қараңғы қорап. Сол тесіктен өткен жарық сыртқы көріністі төңкерілген күйде пластина бетіне түсіреді. Күн сәулесі түскен жерлерде битум қатаяды, ал жарық түспеген аймақтар жұмсақ күйінде қалады. Бұл фотохимиялық реакцияның тікелей нәтижесі. Содан кейін мен пластинаны арнайы ерітіндімен жудым. Ерітінді жарық түспеген, қатаймаған битумды шайып алып кетеді, ал қатайған бөліктер пластинада сақталып қалады. Осылайша пластина бетінде алғашқы тұрақты бейне пайда болды. Бұл бейне фотосуреттің ең алғашқы түрі еді. Ол бірден дайын сурет емес. Бастапқыда негативке ұқсас кескін болды. Негатив дегеніміз жарық түскен жерлер қараңғы, ал көлеңкелі аймақтар ашық болып көрінетін бейне. Кейін осы негатив арқылы позитив алынады. Позитивте біз көретін шынайы сурет қалыптасады. Жарық жерлер ашық, көлеңкелер қараңғы болып шығады. Уақыт өте келе ғалымдар жарықтың бөлшектік қасиетін ашты. Жарық энергиясы фотондар арқылы тасымалданатыны белгілі болды. Фотондар затқа түскенде электрондарды қоздырады немесе жұлып шығарады. Бұл құбылыс фотоқұбылыс деп аталады. Фотографияда, фотохимиялық реакцияларда осы заңдылықтарға негізделген, сондықтан фотосурет бұл жай ғана сурет емес. Ол жарықтың химиямен, физикамен және технологиямен байланысының нақты дәлелі. Менің тәжірибелерім бүгінгі цифрлық камераларға дейін жеткен ұзақ жолдың бастауы болды. Жарықты түсіну табиғатты, өмірді және ғылымды түсінудің кілті. Сол себепті фотосурет тарихы ғылым тарихының ажырамас бөлігі.